Қобланды батыр жырдан үзінді. Кешегі өткен заманда, дін мұсылман аманда, қара қыпшақ қобланды, атасы мұның Тоқтарбай. Халықтан асқан Болдыбай, байлығында есеп жоқ, бай кедейдің көңілі жай. Қыс қыстауы қараспан, қараспан көкке таласқан. 80-ге жасы келгенше, бір бала көрмей Тоқтарбай, қайғы менен қан жұтып, ақылынан адасқан. Тоқтарбайдың зарына қалың қыпшақ қайысқан, әулие қоймай қыдырып, етегіншеге сыдырып, жеті пірге танысқан, әулиеге ат айтып, Қорасанға қой айтып, қабыл болған тілегі, жарылғандай жүрегі. Аналықтай бәйбіше 50-ге жасы келгенде, көзімді ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобландыға қарындас. 6 жасқа келгенде арыстан туған Қобылан қазынадан қамқа киеді. Өзімнің еншім болсын деп, тобылғы меңді торатты енші қылып мінеді. Қобландының тілегін бүкіл қыпшақ тіледі. Өзі 6 жасында камшат бөркі басында, тобылғы торат астында, қаршығасы қолында. Тазысын ерткен соңында, жеті пірге сыйынып, баратұғын жолында. Тоқтарбайдың жылқыда 90 құлы бар еді. 90-ының бастығы Естеміс деген ереді. Естемісті көруге жылқыға бала жөнелді. Жылқыға бала барғасын, баурап малын алғасын. 90 құлмен Естеміс риза тауып қалғасын. Қолғанат пен құйрыққа енді 90 кенелді. Қобландыны барғасын Естеміс ерің баулайды. Күнде киік аулайды, кездесте жауын жаулайды. Жылқыда жатып Қобланды екпіні оттай қаулайды. Қаршығасы қолында, құмайтазы соңында. Естеміспен екеуі қонып жатса бір тауда. Намаз шамнан өткенде, құптан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс кеп шулайды. Арқасында сол таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты. Бұл не қылған дауыс деп Естемістен сұрайды. Айтпасына қоймайды, сонда Естеміс сөйлейді, сөйлегенде бүй дейді. Арғастында бұл таудың Қызылбастың елі бар, жасыл байтақ жері бар, айдынды шалқар көлі бар, көктің аймақ ханы бар, неше мың сан жаны бар, қанша жиған халқына көрсетіп тұрған сәні бар, құртқа деген қызы бар, жұртына жайған назы бар, ай астына аспанға құрды бақан қақтырып, алтын теңге аттырып, теңгені атып түсірген, құртқаны сұлу солалар. Соның даусы бұл дауыс, көктен шыққан бұл хабар. Көңілің ауып шырағым, бұған болма ынтызар. Шарға салып басыңды, бола көрме сен құмар. Қанша айтса да Естеміс, барғысы келді баланың. Түсірем деп атып дәл, кәміл пірлер болса жар. Естеміс тағы сөйледі. Қой шырағым, жассың ғой, қабырғаң сенің қатқан жоқ, омыртқаң өсіп жеткен жоқ. Жіберуге қорқамын, тілімді алсаң рұқсат жоқ. Барғанмен кезек келместі, бағып жатқан құртқаны 45 кез қызыл ер, шырағым теңдік берместі. Отырып бұлар кеңесті, мінген аты ала еді. Қылшық жүнді қара еді, тоқтау салды Естеміс, жібергісі келмей баланы. Батаңды бер көке деп алдын артын орады, барғысы келіп батырдың, тоқтамайды табаны. Естемістей еріңнің таусылғасын амалы, батасын беріп қол жайып, үстіне сауыт кигізді. Жанына байлап болатты, беліне садақ ілгізді. Тобылғы меңді торатпен дөңгелентіп жөнелді. Атып жатқан жеріне іркілместен келеді. Келгендігін баланың көктім аймақ көреді. Айбатынан сестеніп, баланы келген сынады. Қобландыдай төрені, қазақтың ері келді деп, көктім аймақ патшасы кезекті бұған береді. Кәміл пірлер жебеді, қолына алып толғанып, қозы жаурын жебені. Ат үстінен шіреніп, сонда тұрып тартады, кәміл пірлер сенгені. Құрулы бақан басында екі бөліп ұшырды.
Айтқан серттен қайталмай 30 күн ұдай тойын қып, көктім аймақ атасы қыз құртқаны бергені. Жұртын жиып той қылып, құртқа сынды сұлуды Қобландыдай батырға берейін деп жатқанын 45 кез қызыл ер хабарын мұның есітті. Меніменен күресіп, жықса алар десіпті. Аты тонын олжалап, аман қайтса жарар деп, өзінше желді есіпті. Бетіне жан қаратпай, көңілі әбден өсіпті. Бұл сөзді естіп Қобылан, артыма жау қалдырман, берсе Құдай несіпті. Деп мініп атына қызыл ерге келеді, келіп те сөйлей береді. Қобыланды келді, шықсын деп дауыстап хабар береді. Шықпағасын қызыл ер жүгіріп үйге енеді. Төсекте жатып қызыл ер Қобыландыны көреді. Аяғыммен күрес деп бір аяғын береді. 60 құлаш аларқан қызыл ердің ілеулі осағада тұр еді. Іліп алып аяққа, мініп алып торатқа дүрілдетіп жөнелді. Қызыл ерді сүйретті, сүйреткі қылып күйретті. Ішінде шеңгел тікенге өкпе бауырын түйретті. Тақымға салып сүйретіп, қабырғасын күйретті. Менсінбеген дұшпанда ақылын тауып үйретті. Көкбөрі қылып дұшпанын таумен тасты күңірентті. Қорлықпенен өлсін деп тасқа салып боршалап, қызыл ерді еңіретті. Домаланды жерге бас, кеудесінен жан кетті. Қобыланды сынды жас бала істі орнына келтіріп, құртқаға келіп сөйледі, көңілі ердің желпініп. Сұлтаным не қылды екен деп, құртқа сұлу жүгіріп, алтынан шыққан ентігіп, көктімге хабар береді. Дұшпанынан құтылып, көңілдері жайланды. Жөнелтуге құртқаны көктім аймақ ойланды. Алтынмен ішін безеген, сырты күміс ақ отау келістіріп түзеген. Арттыруға сайланды. 40 түйе қазына, 40 құл мен 40 күн қосып берді қызына. Атасымен қоштасып, құртқаны алып ұзатып, елге қарай жөнелді.